Көп адам ораман нанның қамыры жыртылып кетеді немесе іші шикі болып қалады деп ойлайды. Бүгін мен сіздерге сондай қателіктердің бәрін болдырмайтын, ең оңай әрі өте дәмді ораман нанның рецептін көрсетемін. Соңына дейін бірге болыңыз, себебі соңында оның жұмсақ әрі шырынды шығуының ең маңызды құпиясымен бөлісемін. Әссәләму алейкум достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде өте оңай дайындалатын дастарханның сәні болатын ораман нан немесе ханума дайындаймыз. Егер осындай қарапайым әрі дәмді рецепттер ұнайтын болса, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі ең бірінші ұн, сосын барып тұз және де бір кесе су. Суымызды құямыз алдымен. Сосын барып тұзымызды саламыз. Екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын барып ұнымызды саламыз. Жақсы ораман нанның ең басты сыры жұмсақ әрі серпімді қамыр. Сондықтан қамырды асықпай илейміз. Осылай дайындалған қамыр жыртылмайды және өте әдемі жайылады. Жақсылап тұрып қамырымызды илеп аламыз. Сосын барып пакетке салып қоямыз. Пакетте июі қанады. Осы 15-20 минут тұрса жеткілікті. Қазір салмасын дайындаймыз. Мен бүгін сиыр етінен жасап жатырмын. Пиязды көбірек қоссаңыз салмасы өте шырынды болады. Дәмдеуіштерді өз талғамыңызға қарай қосуға болады. Пиязды пияз өткіштен өткізіп алдым. Бөліп пияз өткішке салып, оны айналдырсаң өзі турап береді. Қолмен турасаңыз да болады. Сосын ыдысымызға салдым. Сосын картопты турадым. Мен 2 картоп қостым. Үйде кішкене ғана 40 қабат бар еді, сол 40 қабатты да қосып турап жібердім. Ораман нанымыз сочный, мощный болатын болды. Міне қарасаңыздар, барлық заттарды турап шықтым. Енді тұз қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Сосын барып қара бұрыш қосамыз. Қара бұрыш дәмін әдемі жақсы келтіреді. Сосын барып үйде для манты деген приправа бар еді, соны да қосып жібердім. Енді бүкіл тураған заттарымды қолмен жақсылап тұрып араластырып аламын. Сосын барып фаршымды қосамын. Сосын олардың барлығын бірге біріктіріп араластырамын. Енді кішкене ғана май құйып жіберемін фаршымызға. Сосын қайтып араластырамын. Бұл фарш өте сочный болып шығады. Міне қамырымыздың июі қанды. Өте әдемі болып тұр. Енді бұны жақсылап тұрып чұқалап жаямыз. Салмамызды саламыз. Салманы бір келкі етіп жағып, ақырын ораймыз. Дәл осы жерде көпшілік қателеседі. Егер тым қатты орасаңыз, пісу кезінде жарылып кетуі мүмкін. Енді мантаваркамызға орап саламыз. Суымыз дайын қайнап тұр. Мантаваркаға салып 40 минут, 45 минут күтсеңіздер де болады. Енді буға пісіруге жібереміз. Піскенше сіздерге кішкентай кеңес: ораман нанды міндетті түрде ыстық күйінде ұсынған дұрыс. Сонда дәмі ерекше болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі шықты. Қамыры жұмсақ, салмасы өте шырынды. Осындай ораман нанды бір жасап көрсеңіздер, міндетті түрде қайта дайындайсыздар. Егер бүгінгі рецепт ұнаса, лайк басып пікірге міндетті түрде жазыңыздар. Келесі жолы қандай тағамның рецептін көргілеріңіз келеді? Арнаға тіркеліп қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.